мынадай 6 түрлі әйелге үйленбе. Бірінші, ауырмаса да ауырған болып көрінетін әйел. Ол үнемі ыңыранып, күнде мазасы болмай ауырып жүреді. Ағайын туыстың үйінде жиын той бола қалса, ол аяқ астынан ауырып қалады. Күйеуінің достары қонақ болып келсе, басын таңып уһілеп отырады. Көңіл күйі болмаса, дегені орындалмай қалса, ауырып тұрмын деп теріс қарап жатады. Сондай-ақ ауруын күнде санап, күйеуінің есіне салып, миын аштады. Қысқаша айтқанда, күміс қатын күнде ауру, жаман әйел түнде ауру. Екіншіден, міндетшіл әйел. Әр ісін міндетсініп отыратын әйел. Оның тамақ істегені де, ерте тұрғаны, тіпті 2 қабат болғаны да міндет. Тамақ істесе, оны өзі де жейді. Баланы тек күйеуі үшін тумайды, ол өзіне де керек. Үйін тазаласа, сол шаңырақта өзі де тұрады. Бірақ ол бұны ұқпайды. Барлық әйелдің үндемей-ақ зыр жүгіріп істеп жүрген жұмыстарын, сен үшін ананы істедім, мынаны істедім, сенің анаңның киімін жудым, сенің балаңды көтеріп жүрмін деп, күйеуіне күнде, түнде де айтып міндет қылудан шаршамайды. Бірақ сәл қимылдаса шаршағанын айтып шыға келеді. Бұндай әйел, егер күйеуінен көбірек табыс табатын болса, еркектің басына әңгір таяқ ойнатып, ата-енесіне өктем сөйлейді. Үшіншіден, бағалауды білмейтін әйел. Оның көп сөзі салыстырудан тұрады. Күйеуін құрбыларының жұбайымен, ал баласын абысынының немесе көршілерінің перзентімен, өмірін басқалардыкімен салыстырып отырады. Пәленшеге тұрмысқа шыққанымда, қазір өмірім басқаша болар еді. Егер сенің досыңның әйелі болсам, ол сұранған жағыма жіберер еді. Оның әйелі неткен бақытты, деген секілді күйеуін ашуландыратын, көңіл күйді түсіретін сөздері өмірінің соңына дейін таусылмайды. Бұндай әйелдің көңілін табу өте қиын. Қанша жерден жақсы болуға тырыссаңыз да, көп табыс тапсаңыз да, еңбегіңізді бағаламайды. Төртіншіден, көрсе қызар әйел. Ол әр нәрсеге, немесе әркімнің өміріне, мүлкіне бір қызығып, өзінде барға көңілі еш толмайтын әйел. Басқа әйелдердің өмірін аңдимын деп, өз отбасына көңіл де бөлмейді. Ең жаманы, тез қызығып, тез жалығады. Сондықтан да ол құрбысының үстінен көрген көйлекті бүгін сатып алса, ертең әпкесіндікіндей киім кигісі келеді. Шамасына қарамай әр үйге кірген сайын көрген пәленшеніңкіндей жиһазды, ыдысты алып бер деп күйеуіне тыныштық бермейді. Тағы бір жаманы, ол қай жерде жаңа мейрамхана, жаңа саябақ ашылса, бару керек, көруі қажет. Мұндай әйелдің күйеуі қарыздан көз ашпайды. Оның өмірі әйелін киімге, жылтыраған дүниеге, мейрамхананың дәмді асына тойдыру жолында өтеді. Бесіншіден, өзін ғана ойлайтын әйел. Ол күн ұзағына бет-аузын бояп, сәнденумен әлек болады. Мәселелерді, жоқты, міндетті түрде дастархан басында ас ішіп отырғанда айтады. Сонымен қатар, өзгелерге тоң теріс боп, көбіне жеке отырып тамақ ішеді. Бұндай әйел тек өзін ойлайды. Күйеуіне жаны ашымайды. Өзінің сұлулығы мен жан рахаты үшін еш нәрсені аямайды. Күйеуінің басына бұлт үйірілсе, оп-оңай тастап кете салады. Өтірік сөйлейтін әйел. Оны бірден тануға болады. Ол кербезденіп, жасанды сөйлейді. Және сөзі көп. Әрине, көп сөйлегені жаман емес ау. Бірақ психологтар көп сөз өтірікке бастайды дейді.
ал өтірік сөйлеуге әбден дағдыланған әйел сатқындыққа да, опасыздыққа да бара алады. Үйленген жастарға некең баянды болсын деген тілек айтылады. Түсінген адамға бұдан артық бата жоқ. Ал ата-ана үшін перзентінің басы екеу болып, отау тіккенінен басқа бақыт бар ма десеңізші. Бірақ та ата-ананың үміт тілегін, бақыттың бағасын білмей, бірақ тіл табыса алмай, бір-бірімізден әбден шаршадық деп, ажырасып кетіп жатқандар аз емес. Осы орайда барлық ұлтта жақсылық пен жамандықтың да, соғыс пен татулықтың да ұйытқысы әйел екені айтылады. Олай болса, жігіт жар таңдағанда қателеспегені дұрыс-ақ. Әрине, қыздың жаманы жоқ, бірақ әйел болғанда өзгеріп, еркекті шаршатып, жүнжітіп жіберетіндер де бар екен. Бұл жоғарыда айтылған 6 түрлі әйел некеде бақытты болмайды деген сөз емес. Тек еркектің өмірін ойрандап, тозаққа айналдырып жібереді деген сөз. Оның жүйкеңізді жұқартқан мінезіне көніп қартаясыз. Ал шыдай алмасаңыз, ажырасып кетесіз. Ең жаманы, бұл екі жолда берекелі емес. Бірақ бұндай 6 түрлі әйелді қыз күнінде тану қиын емес. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген сөз бар. Құрметті ерлер қауымы, қасыңыздағы жарыңыз, сүйіктіңіз, өзіңіздің таңдап алған жарыңыз. Ендеше, жарыңызға жылы сөзіңіз бен махаббатыңызды аямаңыз. Өміріңізде сонда еш қиындық болмайтыны сөзсіз. Ең бастысы, жан-жарыңыздың ішкі әлемін түсініп, оған басты назар аударсаңыз, барлығы да жап-жақсы болады. Және де соған сеніңіз. Ерте ме, кеш пе, әр адам өзін құшағында бақытты сезінетін, жаны жай табатын, көңілі тыншитын адамға жолығады. Сол кезде көзі қай түсті, бойы қанша екені маңызды болмай қалады. Ең бастысы, сен оның өмірінде қандай орын алатының ғана мазалайды. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелдің шексіз махаббаты тұрады. Сондықтан да әрбір отау құрған ер азаматтың, жастардың бақытты болуы, жан-жарын адаспай табуы ол үлкен бақыт. Барлық адамға сол бақытты сезінуді Алла тағалам бұйыртсын. Әмин. Құрметті оқырман, ана тіліндегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.